Су жалпы негізі тазартушы деп жалпылай айтылған. Енді қазіргі күні қарасаңыздар, теңізге барып көрсеңіздер таңғаласыздар. Аллах тағаланың жаратылысын көріп таңғаласыздар да. Күндіз теңіздің сулары тұп-тұнық болып тұрады. Жаңа адамдар түсіп алсын дегендей суға. Кешкі асырдан кейін ақшамға тамам басталады, прилив дейді. 1,5-2 метрге дейін көтеріледі су, толқын басталады. Түнде суға түсе алмайсыз. Алып кете береді толқын, алып кете береді. Жағаға шыға алмай қаласыз да, жүзіп. Жүзесіз, жағаға шыға алмайды, алып кете береді. Терең жақ алып кете береді. Толқын көтеріледі. Енді бұл толқынның көтерілу бір Аллах тағала сондай бір не қылып қойған, құдіреті. Прилив болады, көтеріледі су, толқынменен анау пәлленбай километрдің теңіздің астындағы қанша өліп атқан кит бола ма, медуза бола ма, толқындармен айналдырып әкеліп бәрін жағаға шығарып тастайды екен. Жағаға шығарады, таң ата бұл 2 метрге, 1,5 метрге көтерілген су түскен кезінде құмның үстінде қалып кетеді жаңағы мусордың бәрі. Теңіздің астында үзіліп, анау планктон дейміз ғой, флора, фауна өсімдіктер үзіледі. Кемеден тасталған целлофандар, неше түрлі тамақтың қалдықтарын барлығы жағада жатады. Қандай бәленбай 1000 километр теңіз болатын болса, Аллах тағала тазартатын қылып қойған да. Су тазартушы дегені, суды Аллах тағала тазартушы қылып қойды. Тұзды қылып қою себебі де бұзылмайды. Тұз бұзылмайды, сақталады. Және таңғалас теңізге барғанда, таңертең тұрғанда, жаңағы қызметші жігіттер күнде мусор тазартпаса, мусор болып кетеді жаға. Өліп атқан медуза, неше түрлі балықтың түрлері өліп жатады. Судың түбіндегіні бәрін айдап шығарып тастайды екен. Кемеден тасталған неше түрлі целлофан, неше түрлі барлығы шығарып тастайды. Яғни су тазартушы. Сол секілді кіші дәрет, үлкен дәрет теңіздің ортасында кемеден аққан нелерді ол ыдыратып жібереді екен. Яғни тұз емес, жалпы суда ол ыдырап кетеді. Молекулалық деңгейге дейін ыдырап кеткен кезінде ол дәрет күйінде қалмайды уже оны. Әртүрлі неге бөліп тастайды. Яғни су тазартушы дегені бұл Аллах тағаланың құдіреті. Өйткені су тазартушы болмаса бұл нәрсені, қандай нәжастар әлем бойынша жинала беретін еді. Миллиондаған жыл, мыңдаған жыл бойы миллиардтаған адамдардан, миллиардтаған хайуандардан нәжастар жиналып қала беретін еді. Су азайып қалар еді. Аллах тағала тазарып, қайтадан суға айналып не істетіп қойған. Және бір таңғалатын нәрсе, Қызыл теңіздің жіңішке жерлеріне барамыз, арғы бет көрініп тұрады, 2-3 шақырым көп болса. Светтер көрініп тұрады, тау көрініп тұрады. Таңғалатынын, осы прилив не істелгенде 2 жаққа да толқын соғып атады. Толқын неге желмен болады ғой? 2-3 шақырым жер, 2 жаққа да толқын соғып атыр. Жел қайдан кеп атыр? Ойлап қаршы, жел ортадан шығып кеп атыр да. Бұл Аллах тағаланың құдіреті. Бұл нече анау компьютерді қарап отырсам, бір кішкентай арал тұрды, самолетпен жүріп түсірген. Кішкентай арал бүкіл жағынан толқын соғып жатыр да. Желмен келіп соғады ғой негізі толқын деген. Сонда жел жан жақтан келіп бір жерге соғып жатыр да, бір точкаға. Бұл Аллах тағаланың құдіреті.